Поверните направо. Затем налево. Biz yana очередь көрсетіп қой родной. Союды көреді. Теректі дейм. Теректі өзен. Қытайдың жері. Шекарамен тұспа-тұс келе жатырмыз. Қазір Марқакөл ауылынан шықтық. Бұйырса Марқакөл көліне барамыз. Мына уже шекара. Аны құмды тау. Уже Қытайға тиесілі. Қызық. Ар жағы границадан кейін құмды тау. А бері жарасыл. Біздігін салыстыр, Қытайдың заборын салыстыр. Біздік құлауы атырау бәрі, аналық сеймірі бірі майыс баған. Орыстар ма? Ақолдар ма кім? Теректі өзен. Әдемі өзен сияқты. Әдемі екен, неге суға да? 190 суға түсу өтін. Затол өтін. Біз қазір мына жаққа Марқакөл көліне бара жатырмыз. Урынхайк ауылына. Мына жер серпантин. Енді көріністен өте керемет. Шеберлік учаскесі. Қазір біз Марқакөл көліне бара жатқан жолдамыз. Мына жерде кішігірім үзіліс жасап еді, тоқтай қойып еді. Сыртқа шығып едік машинадан. Кәдімгідей бір сабынның бір хош иісі шығады. Палмолив сабынның бір хош иісі шығады. Керемет дейсіз бір. Күшті.
осы жерде тұрған неше түрлі гүлдердің иістері шығар. Иіс енді керемет. Кәдімгідей хош иіс. Дальше. Қандай әдемі ғой. Өзім көру бір нет. Арман ет. Қандай әдемі ғой, Марқакөл. Қандай керемет та жерді. Күн бата Марқакөлге келдік. Марқакөл ауылы Марқакөл көлінен бөлек орналасқан. Көлдің өзі Ұрымқай ауылында. Түнгі Марқакөлді аралап, сол жерде өз кәсібін дөңгелет отырған Айнұр есімді кәсіпкердің дәмді асханасынан тамақтанып, тоғай ішінде орналасқан табиғи моншасына түсіп, көлікте рахаттанып ұйықтадық. Жүзің бар он түрден жаяу айдай көркем. Есіме сен түскенде беу қарағым, қозғайсың қатып қалған ай іштің дертін. Марқакөл 2024 13 маусым. Я здесь. Біз түнделесіп келдік. Мына жерде үй жалдайтындай мүмкіндік болған жоқ. Барлық үйлер нелеу, бос емес. Но Марқакөл. Біз на всякий случай дайындалып келдік. Седанға да жатуға болады екен. Емін еркін метр 75 сыйып кеттік. Еще запас қалды. Где-то 20 сантиметрдей. Таңғы асымызды ішіп болған соң, Қазақстанның ең шеткі шығыс нүктесінде орналасқан Балықты бұлақ ауылына аттандық. Бірақ біз қателік жіберіппіз. Жанармай құю бекеті төменде орналасқан Марқакөл ауылынан ары қарай жоқ екен. Абай күндері өз істейді. Мына жердегі анау тағы повар білмеймін, ана Абай. Только семейный бизнес қой уже. Таза ауада дейсің.
Қалайсыңдар? Не жаңалық? Кайфуете, да? Нет, кайф. Андай сүттің иісі шығып тұр ма? Бар сондай. Түрлерін бар. Тосқайын ауылына келген кезде жанармай іздей бастадық. Ауыл онша үлкен емес. Және біз демалыс күнге тап болдық па, адамдардың көбісі қалаға кеткен екен. Ізденіс сәтсіз аяқталды. Бірақ біз жанармай іздеп жүріп, Рахман деген балақайды кездестірдік. Өзі пысық екен. Осы үйге келген кезде алдымыздан жүгіріп шығып, амандасып әкесі қалаға кеткенін, ал әжесі аулада кешегі тоғайдан теріп әкелген жидектерді тазалап отырғанын айтты. Аулаға кіріп, әжемен аман саулық сұрастық. Рахманмен қоштасып, Марқакөлге кейін қайттық. Не айтасың, керек нәрсе ету арнасын көрермендеріне? Рахмет. Біз Астанаға кетіп бара жатырмыз. Сау бол, аман бол.